Сіздер түрлі сайыстарда Қазақстанның абыройын асырып жүрсіздер. Халқымыз ел намысы деп бекер айтпаған. Спортшы үшін туған елінің туын биік көтеруден асқан мәртебе жоқ. Жақында Ризабек Аймұқан еркін күрестен Қазақтан шыққан тұңғыш әлем чемпионы атанды. Оның жеңіс жолын жас спортшыларымыз Қытайда өткен Азия ойындарында жалғастырды. Азияда мықты спортшылар жиналатын дүбірлі дода. Биылда бәсеке деңгейі өте жоғары болды. Ұл қыздарымыз намысты қолдан бермеу үшін барын салды. Спортшыларымыз 10 алтын, 22 күміс, 48 қола медаль алды. Нысана көздеу, ескек есу, вело жарыс, джиу-джитсу спортынан үздік шықты. Ал каратэден жалпы командалық есепте бірінші орын алды. Осы спорт түрінен Азиядағы қатысқан 8 спортшының бәрі құрмет тұғырына көтерілді. Басқа да көптеген сайыстан жүлдеге ие болдық. Спортшыларымыздың жеңіске жетуіне бапкерлер және басқа да мамандар айрықша үлес қосты. Осы орайда мен баршаңызға шынайы ризашылығымды білдіремін.